Ассалаумағалейкум достар. Бүгін AESP алу және оған өтініш беру жолдарын көрсететін боламын. Маған YouTube-қа көптеген комментарийлер және WhatsApp-қа сұрақтар AESP-ны қалай алу жолдарын көрсетуді өтінді. Сол себептен сол видеоны түсіруге тырысып жатырмын. Осыған дейін AESP-ға, яғни сіз кіресіз бе кірмейсіз бе информация алу жолдарын көрсеткен болатынмын. Ең алдымен Google-ға e.gov.kz сайтына кіресіздер. egov.kz egov.kz Ол egov-қа кіру үшін сіздерге міндетті түрде ECP кілт қажет. Электрондық қолтаңба. Электрондық қолтаңба болмаса, менің осы YouTube каналымда ECP алу видеосы бар. Соған қарап алсаңыздар болады. Бұған міндетті түрде сіздер egov-қа тіркелген болуларыңыз қажет. База данных, яғни ECP кілт болса, войти батырмасын басып, мына жерден ECP-ны таңдайсыздар. QR код, Digital ID және логин парольмен де кіруге болады. Маған ең тиімдісі осы ECP пароль. Рабочий кабинет. Ключи маратқа кірген кезде, маған көптеген адамдар IP жабуға, отчеттарын тапсырып беруге, декрет жүргізуге, басқа да мақсатта адамдар кілттерін жібереді. Міне қарасаңыздар. Мен қазір өзімнің кілтіммен кіріп көрейін, сіздерге түсінікті болу үшін. Және де бір ескертетін жайт, сіздердің жіберген кілттеріңіз маған ол аманат. Онымен мен egov-қа ештеңе кірмеймін. Біреудің маған мағлұматтары қажет емес. Мен видео түсіретін болсам, өзімнің осындай ECP кілтім бар, сонымен кіремін. Аманатқа қиянат жасалмайды. Осы жерге ECP-ның паролін тересіздер, яғни кірген кезде out-пен кіресіздер. Out-пен кірген кезде өзіңіздің ECP-сі ашылады. Аты жөніңіз, срок действия, яғни ECP-ның мерзімі, жарамдылық мерзімі. Подписать батырмасын басамыз. Егер сізде қазақша тұрған болса, әлеуметтік қамтамасыз етуді басасыздар. Жоғарыда міне Kaz, Rus, English деп тұр. Орысшаға қоюларыңызға болады. Орысшаға қойсаңыздар социальный обеспечение деп шығып тұрады, соған кіресіздер. Біздер қазір YouTube каналым қазақша болғандықтан қазақша басатын боламын. Әлеуметтік қамтамасыз ету. Жаңа жоғарыда көрсетіп кеттім. Қазақша орысшаны қай жерден өзгертуге болатынын сіздерге тағы да мұқият мән берген болсаңыздар. Ашылды әлеуметтік қамтамасыз ету. Толық көрсетуді басуға болады, немесе бірден міне отбасылық көмек дегенді басасыздар. Отбасыға көмек басылғаннан кейін біз іздеген мағлұмат жоқ. Сол себептен астында толық көрсету деген тұр. Толық көрсеткенде басамыз, яғни показать все. Осында 19 қызмет бар екен, қызметтің түрлері. Бізге әзірге 2, 3, 4, 5, 6 қызмет түрі көрсетілген. Қалған 13-ін көру үшін толық көрсетуді басып, төмен қарай түсетін боламыз. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау, AESP-ны алу.
өтініш беру жолдары. Ол үшін дәл осыны басатын боламыз. Кіргеннен кейін міне онлайн сұрау деп тұрады. Соған басамыз. Яғни онлайн өтініш беру. Қай адамның ECP кілтімен кірдіңіздер, өтініш беруші деп осы жерде міне П деген әріптің астында сіздің аты жөніңіз жазулы тұрады. Мобильді телефон нөміріңіз жазулы тұрады. Тұрақты мекен жайы жазулы тұрады. Мысалға Ақтөбе қаласы, мысалға Астана қаласы. Егер басқа мекен жайды таңдау үшін басқа мекен жайды басасыздар. Басқа мекен жайды сіздер енгізетін боласыздар. Маған осы мекен жай жарайды. Сол себептен бұл жерге жасыл батырмасын басып белгіледім. Белгіленгеннен кейін астына осы өтініш беру, тексеру, яғни кнопка басу құқы берілді. Активный болды. Басқаннан кейін сәл күтеміз. Бірге тұратын отбасы мүшелерін көрсетіңіз деп жазулы тұрады. Отбасы мүшесін қосу. Осыған басып қосуларыңызға болады отбасы мүшелерін. Егер сіздің аты жөніңіз қате кеткен болса, түзетумен түзетуге болады. Көп жағдайда бұл егофта тіркелген жерде дұрыс шығады. Мен жалғыз бойдақ болғандықтан ешқандай отбасы қосатын жоқ. Сол себептен шотты тексеруге өтіңіз деп тұр, соны басатын боламын. Яғни шот біздің 20 сандық шотымызды салатын боламыз. Осындай қағаз шығады, бұны оқып танысып алуларыңызға болады. Әбден оқып танысып болғаннан кейін осы жерге галочка батырмасын басып, жасыл белгілеп төменге түсесіздер. Қай нәрсені де 2 немесе 10 жұмыс болмас үшін мұқият оқып танысып алғандарыңыз жөн. Мына жерге банктың шотын теруіміз қажет. Сол себептен бұдан әрі деген, дальше деген кнопка басылмай тұр. Активный болмай тұр, яғни сұп-сұры болып басылуға келмейді. Бұл жерге шотты тереміз. Мысалы KZ деп 20 сандық нөмірді тереміз. Осы жерге өздеріңіздің 20 сандық шоттарыңызды тересіздер. Тергеннен кейін астында бұдан әрі деп тұрады. Бұдан әрі басасыздар. Қызмет көрсетуге қолтаңба қою. Сіздің рабочий кабинетте ECP кілтіңізбен подписать батырмасын басасыздар. Егер физлицо болса, ERSA дейді, ERSA-мен қол қоясыздар. Сосын қадам мәртебені сізге белгілейтін болады. Тағайындалған, тағайындалмаған жөнінде. Жиырма сандықты міндетті түрде дұрыс жазу қажет. Егер қате болса, бұл бәрібір де келесі шаққа өткізбейді. ECP-ні қол қоясыздар, ECP-мен сосын мәртебені тағайындайды. Мені әрмен қарай, яғни жібермей тұр. Мен бойдақ болғандықтан маған ECP не положено. Жалпы назарларыңызға көп рахмет.